Әзірбайжан стиліндегі палау дайындаймыз. Сіздер білетін палаудың түрлі рецепттері бар, бірақ бұл оның ішіндегі ең өзгешесі, себебі асқабақпен дайындалады. Әрине асқабағын ұнатпаймын деп қам жемеңіз, себебі тек қана ішіне салып палау дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, мен айтқан заттардың барлығын орындасаңыздар, сіздерде дәмді палау шығады. Ең басты құрам бұл асқабақ. Асқабақтың дөңгелек түрін алғандарыңыз дұрыс. Осылай бетін кесіп аламыз, содан соң ішіндегі барлық дәнегін тазалаймыз. Кез келген түрін алсаңыздар болады. Сопақ түрі болсын, пеште пісіретін түрі болсын, ол маңызды емес. Енді бөлек алып қоямыз. Енді күрішіміздің бетіне қайнаған ыстық суымызды құямыз. Содан кейін бөлек алып қоямыз. Алуға дейін біз барлық құрамдарымызды дайындап, қуырып аламыз. Қызып тұрған майға етімізді қуырамыз. Еттің кез келген түрін алсаңыздар болады. Жылқы ет, тауық еті маңызды емес. Енді көкөністерге біз сәбіз, әрине ол басты құрам, содан соң тәтті бұрыш және пияз. Жақсылап қуырылған етіміздің үстіне пиязымызды, тәтті бұрыш және де сәбізімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Осы кезде тұз, бұрыш сепсеңіздер болады, бірақ әрине еттің де өзінің тұзы бар. Жаңағы тазалап алған асқабағымызды алып, үшін сұйық маймен майлаймыз. Содан кейін сәл тұз себеміз. Әрине асқабақтың дәмі егер тәтті болатын болса, қант сепсеңіздер болады, немесе тұз сепсеңіздер болады. Мен бұл жолы тұз септім. Енді фольгамен сыртын орайтындай етіп осылай жасап аламыз. Сосын күрішті суымен осы асқабақтың ішіне саламыз. Жаңағы қуырылған барлық көкөністеріміз бен етімізді саламыз. Осы кезде тұз және де дәмдеуіштеріміздің барлығын салып жібереміз. Сосын қасықпен барлығын араластырамыз. Енді лавр жапырағын және де сарымсағымызды салып, бетін фольгамен жабамыз, ораймыз. Бетін ашық күйінде алғашқында 15 минуттай пісіріп аламыз. 15 минут өткеннен кейін бетін жабамыз, содан соң фольгамен тағы ораймыз. Асқабақтың бетін толықтай жабамыз, содан соң 200 градуста 2 сағат пісіреміз. Мінекей бізде 2 сағат бойы пешімізде пісті. Әрине 2 сағат бойы өздеріңіз тірліктеріңіз істей берсеңіздер болады, өзі бірден пісіп шығады. Еті жып-жұмсақ болған, себебі жақсылап қуырсаңыздар міндетті түрде піседі. Сондықтан астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған меруерт.